Tamam. Balık duran kalış. Kalay balık. Yüzün kalış. Ne? Ben cümleş bir ben. Adem sen bir özün keş. Telefon var mı? Yok. Balık san, balık. Yok oğlum. Onda işe girdi, toyxanaga vardı hani yerде bir kız жүр. Қаладан кейін әбден бар үшін. Соны айтасың. Бәле сен күтіп тұрдың. Айтамаймын мен. Айтасың деймін сен. Қалай айтамын оны? Барда бәле тұр дейш, болды ғой, сынады ол. Маған ғашық ол. Ағасы жүр оны. Ағасы маған ұрмайды дейсің. Барасың да бәле тұр шақырып жатыр дейсің. Болды. Ол маған ғашық болды. Айтсаң сынып тұр. Жүгін Қайсы? Қайсың сендер? Кім мынау? Бұлардың ішінде жоқ, бірақ. Қайда? Балок братан ғой, балок. Сен ба не? Жерге бер. Мен шағырып отырмын ба? Жерге бер. Апай. Ой, кешіріңіз. Аға, сіз шағырып отырсыз. Сен айтып отырмын. Мен ба? Сен ба, мен қарындасыма тиісіп жүрген, Ой, Сен ба не? Сен мен ұрдың ба не? Не көрмей тұрсың ба не? Сен ұрдың ба мені? Я ұрдым. Не сезбей тұрсың ба? Еркексің ба? Еркексің ба? Еркекпін. Жүрші. Еркексің ба? Еркек. Кел ма? Жүрші, еркек болсаң жүр мына жаққа. Жүр. Мына жүрші. Жүрші мына жаққа. Тоқтасашы. Еркексің ғой, жүрсе ал соңына дейін. Жүрсе ал. Жүр. Шаршадың ба? Не демексің сен? Не болды? Не болды соған? Әңгімен бар ма маған? Әңгімен бар ма маған? Пашыркін! Не істеп жатырсың сен? Пашыркін! Үйде! Не істеп жатырсың сен? Пашыркін деп айтып ой, саған пақ деп. Үйде! Мен сен қарындасыңа тиісіп атқан жоқпын. Білесің ба? Мына жерде балалардан қайта қорғалып жүрмей сен қарындасың. Мына жерде көрші ауылдың балалары бар. Қыздарға тиісіп алмау дейсің. Солай ма? Мына жерде балаларды қарап жүрме. Ренжіме, Балек. Молодец. Дұрыс. Қылқындар адам байқаса ішсе. Не анау? Қалай төбелесесің сен? Пашыркін, өй деп. Не ол? Енді қазақша ғой енді. Бүрсілдер төбелескен кезде деп өздерінің тілдерінде төбелеседі ғой. Төбелескенде де қазақша төбелесу керек қой. Өйде деп. Жеңіліп атқан кезде жеңіледі ғой. Қазақша айту керек та пашыркін деп. Молодец, давай онда отдыхай бар. Бауырым, қазақша сөйлесе отдыхай емес. Демал десейші, демал де. Демал десей ма? Демал. Рахмет. Сендер айтқанда демаламыз ғой біз, бауырым. Сен де бауырым. Демал. Жоқ, демал, жақсы демал деп атым, қазақша ғой. Жақсы демалыңыз деп атырмын да. Давай. Берге бер. Балақай, қолға су беріпсің ба? Кел ал, құй жібер қолға су беріп. Көргенің өссін, айналайын, үлкен азамат бол. Барған жеріңе тастай бар, судайсың. Ұл бала екенсің ғой. Масканы ұмытпаңыз, масканы. Маска? Қош келдіңіз тойға. Сау. Мен саған не дедім? Балек братан. Мен саған қыз шақыр дедім ғой. Ағасы шақыр дедім ғой мен саған. Болмайды ғой, дұрыс емес қой енді. Ойбай. Пашыркін япырмай. Айттыңыз ғой, бірақ дұрыс емес қой. Не дұрыс емес? Қазақтың қызы ғой енді. Қарындасымыз ғой ол да. Қалай шақырамын бір танымайтынымызды? Балек. Ай,
Қалайсың? Ей, қалайсың не? Ассалаумағалейкум деп амандаспайсың. Қазақтың азаматысың. Ассалаумағалейкум. Мына тірлігің неше? Ой, бір әшкелерімдер кішкене есіркет. Танымайды. Өзі сөз тыңдамайды, соны кішкене бір шапалағын беріп сыйлатып атқаным ғой. Сыйластық болсын деген ғой. Сен өзіңді солай сыйлатады екенсің. Енді қалай болмайды ғой, осы болмайды. Ай, бала. Адам өзін олай сыйлатпайды. Адам өзін мейірменен, ақылменен сыйлатады. Аталарымыз мынандай сөз айтатын. Ұяттыны иман ұялайды, ұятсызды қылмыс болайды дейді. Қылмыс деген осы мінекей. Өзіңнен кейінгілерге күш көрсетіп жатсың. Күшің асып, тасып бара жатса, мынау елге неге көрсетпейсің? Сен көрсететін осылар болып тұр ғой. Бабаларың ешқайсысы ондай болған жоқ. Мынау қиялда ғана болатын, қиядан қыран ұшса, қиядан жоқса, қияғы тозатын байтақ өлкені. Қалай? Білетін үшін, майзаның күшімен, ақылменен алған болады. Сондықтан былай істе. Сен бұдан да иісі қазақ. Жалғыз ауыл емес, иісі қазақтың жел жағына шығып, ауырына арқаңды төсейтін, қар жауса күрек, жел тұрса тірек болатын, қорыққанға қорған, тарыққанға пана, сарыққанға сана болатын бір азамат. Бұл қарас күштесе күшің бар ма? Сондықтан мынау былай жүрсің болмайды. Жұмыс істе. Еліңе пайдаңды тигіз. Жұмыс қайдан істеймін, ауылда жұмыс жоқ қой. Олай айтпа. Жұмыс жоқ, содан кейін кішкене рәшкелер тиын-тебен жасап сөйтіп. Істеймін деген адамға жұмыс барлық жерде табылады. Жарайды, ауылда жоқ болса қалаға бар. Сол жақтан үйлен, тапқаныңның бәрін алып ауылға сал, мына ауылды көркей. Қазақтың жүрегі қалада емес, талада соғып, ұлттың өмірін ұзартатын нағыз жұлымды жүйкесі, жүрегі ол ауыл. Сондықтан сен осы ауылдың баласы болғаннан кейін, сен ауылыңа бірінші жақсылық жаса. Сондықтан саған біз бөлек бар деп сеніп жүрсек, сен өзіңнен кейінгілерді қолыңды бүйтіп күш көрсетесің. Ұлттың ұлы болуы да, ұсақ болуы да, ұл қыздарының мақсат мүдделерінің ұлылығы мен ұсақтығына байланысты. Сондықтан ұлы болу, нәрселерді ойла, ұсақ болмаңдар. Ұқтың ба? Рахмет аға. Рахмет. Сөздеріңізді неғып кеттім. Неғып кетсең, яғни мына жеріңде иман бар. Жаңа айттым ғой. Ұяттыны иман ұялайды дейді. Мен саған сенем бала, жақсы. Рахмет аға. Ешкім көп жосетті. Болды. Еліңе қызмет ет. Рахмет. Жолыңыз болсын аға. Haydi. Жігер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат түбі боп төгіл қарал елге